Азыр бір мен камерасын дұрыстап алайын. Қыздар, баршаңызға сәлем. Бүгін біз осындай повязкалар тігетін боламыз. Бұндай видео менің каналымда бар, бірақ сұрақтар көп болғаннан кейін басынан түсіруге жөн көрдім. Ең алдымен біз өлшемдерімізді белгілеп аламыз. Ұзындығымыз бас өлшемін өлшеп аламыз. Оған 10-13 сантиметр қосамыз. Біздің ұзындығымыз болады. Ал енімізді 20 сантиметр қылып алдым. Нәтижесінде осындай мата болу керек бізде. Матамызды екі бүктеп, бір шетінен ұзынынан тігіп шығамыз. Кәдімгі қол машинасымен, болмаса оверлокпен тіксеңіз де болады. Мен оверлокпен тігіп шықтым. Матамызды оң жақ бетіне қаратып, үтікпен басып шығамыз. Тігісін ортасына келтіреміз. Енді матамызды байлаймыз. Байлаған жерін ортасына келтіріп, екі шетін бір-біріне біріктіріп тігуіміз керек. Айналдыра тігіп шығамыз. Машинкамен тігілмеген жерін қол жіппен тігіп шығамыз. Байланған жерін шешіп, тігіс жаққа келтіруімізге де болады. Сол кезде біздің тігісіміз көрінбей тұрады. Міне нәтижесінде осындай повязка болады. Қараңыздар. Осылай тұрса, тігістер көрінбейді. Міндетті түрде тігіп көріңіздер. Міне басымызда осылай болып тұрады. Менімен болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Маржан. Келесі кездескенше.